Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай ашытқыменен, табиғи ашытқыменен булочкидің жасалуын көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен керекті 2 жұмыртқа және де 500 грамм жылы сүтімізді құйып, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де мен бұл жерде бір жарты пачкадай ванилин салып жердім. Және 130 граммдай сармай салдым. Үй температурасындағы осының барлығын араластырып, және 120 граммдай сахарный бұл жерде ұнтағы, қант ұнтағын салдым. Қант ұнтағы болмаса, кәдімгі сахардан салсаңыздар болады. Және 250 граммдай табиғи ашытқымызды салып, булочкамызға қамырымызды жақсылап иетін боламыз. Міне көріп тұрғандай ашытқымыз өте әрі кереметтей болып көтеріліп тұр. Енді керекті ұнымызды салып, қамырымызды жұмсақтау қылып жақсылап илеп, ал өздеріңіз көріп тұрғандай қамырымыз толық илеп болдық. Бұл жерде енді иін қандырудың қажеті жоқ. Жарты сағат кішкене демалдыруға қоямыз қамырымызды жылы жерге. Көріп тұрғандай қамырымыз болды. Енді осы қамырымызбен жақсылап қолымызды майлап или сулап жақсылап жұмыс жасайтын боламыз. Осы қамырды қаншалықты созғылап, жақсылап иін қандырса, булочкамызде сондай дәмді болып шығады. Көріп тұрғандай, және бұны тағда 2 қайтара осылайша етіп қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Қазір енді жарты сағатқа тағда қойып қоятын боламыз, бетін жауып. Ал қыздар, не көріп тұрғандай қамырымыз 2-ші рет жақсылап созғылап, иін қандырып, қамырымызбен жақсылап жұмыс жасап болдым. Қаншалықты қамырды созғылап жұмыс жасайтын болсақ, соншалықты жақсы көтерілетін болады. Және бізге бұл жерде 200 граммдай кәдімгі жаңғақ керек болады, грецкий. Енді осы грецкий жаңғақты жақсылап майдалап турап, оған дейін қамырымызды көтеріліпті. Енді қамырымызды жақсылап булочки формасы жасап ары қарай көрсететін боламын. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз, және ішіне майымызды жағып шығамыз. Майымыз жұмсарып, үй температурасында жібіп тұру керек. Және де мен бұл жерде сахарный пудра сеуіп жатырмын. Дайын тұрған грецкий туралған орехымызды салатын боламыз ішіне. Және де какаодан кішкене сеуіп жердім. Қыздарым какаоны жақсы көреді. Және үстіне тағы да сахарный пудра септім көбірек қылып. Бұл жерде енді жіптің көмегімен осылайша етіп барлығын бірдей бөліп алатын боламыз.
Ал міне енді жарты бөлік қамырымызды осылайша етіп 7 бөлікке бөлдім. Оны жайып және каждый жайған қамырларымыздың арасын сармай жағып, тағы да бір 20 минутқа қойып қоямыз. Майымыз жақсылап арасына сіңуі керек. Қыздар, міне көріп тұрғандай қамырымызды толық жайдық. Және де арасына қойытылған шоколадный сгущенка салдым. Енді өздеріңіздің қалауларыңыз не салсаңыздар да бола береді. Творог салсаңыздар да болады, және повидло салсаңыздар да болады. Любой кете береді. Мен бұл жерде шоколадный вареный сгущенка менен және де кәдімгі греческий орехты араластырып салдым. Және енді бетін жауып бір 30-35 минутқа көтерілгенше қоятын боламыз. Және көтерілген соң бетіне жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт араластырып жағып, және күнжетімізді сеуіп, духовкада бірінші 150 градуста көтерілгенше духовканың градусын жоғары көтеріп пісірмейміз. Жаймен 150-ден жоғары көтерілгенше кішкене күтіп, сонан соң барып беті қатаяды. Сол қатайған кезде уже пісу процесіне 180-200 градусқа жоғары көтеріп, осылайша етіп пісіріп алсаңыздар өте дәмді болып шығады. Бұл булочкамыз зиянсыз, дрожжсыз, өте дәмді. Осылайша етіп үйлеріңізге жасап берсеңіздер, өте отбасыларыңыз қуанады деген ойдамын. Егер де менің осы жасаған булочкам ұнайтын болса, маған қолдау көрсетіп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.